Мен Құнанбай Байженұлы Қытайдан келген оралман қазақтарға айтарым. Біз Қытайдың геноцидтік саясатынан сытылып шығып, атамекенге табанымызды тіреген қазақпыз. Бізге еркіндік керек. Бізге тәуелсіз Қазақстан керек. Қараңыздар, Қытайда тәуелсіздіктен шеткері қалған 3 миллион қазақ қазір ауыр күндерді басынан өткізуде. Ол неге олай? Өйткені ол Қытай территориясы. Шинжаңдағы этникалық қазақтар бұрыннан мекен етіп келген үш аймақ Қытай жұтып алды. Ал енді онда мекендеген аз ұлттарды шеңгелдеп, ойына келгенін істеп, алдын өлтіріп, артын жынды, жарымжан, аты барда заты жоқ адамға айналдыруда. Сондықтан шетелден көшіп келген оралмандар, соның ішінде Қытайдан көшіп келген қазақтарға айтарым. Сендер қоғамдағы түрлі арандатуларға ермеңіздер. Қазір әлеуметтік желіде Мұхтар Әбілөзовтың 22 наурыз халықты көтеріліске шақырған үндеулері, 21 наурыз Тұрғынбай Ержанның көтеріліс туралы үндеуі кезіп жүр. Бұл дегеніміз тыныштықты бұзу, бұл дегеніміз билікке қарсы тұру, бұл дегеніміз халықты арандату. Сондықтан зұлым Қытайдың жез тырнағынан зорға құтылып, тәуелсіздікке құтылып, тәуелсіз төбемізде жел біреген көк туға әрең қолымыз жеткенде, тәуелсіз Қазақстанның елбасын сыйлайық. Тәуелсіздік қазақ үшін тәу етер жалғыз киеміз екенін ұмытпайық. Тәуелсіз елдің бейбіт бүтін болуын сақтайық. Біз қазақ халқы қашанда елді ыдырататын ішкі сыртқы күштердің лаңынан сақ болайық. Қазақ қашанда бейбітшілікпенен еркіндікті қалаймыз. Олай болса тәуелсіздік тұғырын орнынан қозғайтын жат ниетті күштердің лаңынан сақ болайық. Әрбір қазақ бейбіт күннің бесігінде тербеліп, мен қазақпын, мен тәуелсіз қазақ елінде тұрамын. Маған тәуелсіз елдің ауасы қымбат. Маған ұрпағымның келешек бақыты қымбат. Мен осы тәуелсіздік арқасында сол зұлым Қытайға қасқайып қарсы сөз айта аламын. Неге? Мені тәуелсіз елім құшағына алып тербетіп тұр. Мен ұлт ретінде әлем елдеріменен тәуелсіз елімнің арқасында терезем тең деп ойлаңыздар. Біз қазақ халқы ар намысқа берік халықпыз. Олай болса тәуелсіз елімнің мәңгі тәуелсіз болып қалуына әрбір қазақ, жалпы осы елдің азаматтары бір кісілік үлесімізді қосып, бейбіт елдің берекетін алатын әрбір іске жұмыла қарсы тұруымыз керек. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.